Сәлем достар, бүгін біз қазақ ауыз әдебиетінің терең бөлігін жыраулар мен өлеңдер туралы сөйлесеміз. Бұл менің досым Айнара, және бұл менің досым Назерке. Олар менің подкастымда қатысады. Жыраулар қазақ халқының ақылшысы, елінің рухын көтерген тұлғалар ғой. Рас, олар тек өлең жазып қана қоймай, халықты батырлыққа, бірлікке шақырады. Дұрыс айтасыңдар. Мысалы, Асан Қайғы, Шалкиіз, Ақтанберді, олардың барлығы жыраулар. Маған қазақ жырауларының барлығы ұнайды, себебі олардың сөздері терең. Мысалы Мұқар жырау, атадан ұл туса-игі, ата жолын қоса-игі деп әр ұрпаққа үлгі қалдырған. Өте әдемі мысал. Ал Асан Қайғы болса, біздің болашағымызды ойлап, жерұйықты іздеген ғой. Бұл өлеңдер мен жырлар біздің рухани қазынамыз. Ал енді шағын ойын. Мен сендерге өлеңдерді айтамын, сендер оның авторын айтасыңдар. Жарайды. Бірінші жол. Ел шетіне жау десе, ер болып шыққан батыр бол. Кім айтады? Мен айтайыншы. Назерке, сен ойыңды тыңдайық. Ақтанберді жырау. Дұрыс. Екіншісі, елін сүйген ер болар. Кім айтады? Мен айтайыншы. Айт. Бұқар жырау. Дұрыс. Білесіңдер ме? Қазіргі жастар поэзияға қызығып жүр. Мысалға, Инстаграм мен және ТикТок парақшасында көптеген авторлар өлеңдерін шығарып жүр. Ал соған жастар қызығып жүр. Бірақ оның барлығының түп тамыры ежелгі жыраулардан басталады. Дұрыс айтасыңдар. Қазақ өлеңдерінің барлығы ол жүрек, ал жыраулар ол оның үні. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бұл сөз маржаны подкасты болды. Келесі бөлімде кездескенше сау болыңыздар.